Амансыздар ма оқушылар? Бүгін сіздермен дискретті келешек шаманың ықтималдықтар үлестерін қарастырамыз. Бізге үлестерінде кестесі берілген және математикалық күтім белгілі А және Б мәндерін табыңыз дейді. Біз білеміз, математикалық күтім дегеніміз мына X шамасымен бұларды сәйкес көбейтіп қосқанға тең шама. Так, сонда 1 көбейтеміз 0,3 плюс 2 көбейтеміз 0,2, 3 көбейтеміз 0,1, қосылған 4 көбейтеміз А плюс 5 көбейтеміз В тең болады 2,85-ке. Енді ары қарата жалпы біз білеміз ықтималдықтардың қосындысы 1-ге тең екендігін. Сонда 0,3 қосылған 0,2 қосылған 0,1 плюс А плюс В тең болу керек 1-ге. Яғни осы екі айнымалыдан тұратын жүйені шығарамыз. Так, 1-ді 0,3 көбейтіп 0,3 болып, 0,4 болып, 0,3 болып. Демек 4А қосылған 5В бізде 2,85 азайтамыз 0,3, 0,4, 0,3, 1-ді. Сонда 1,85-ке тең деген сөз. Так, ал А қосылған В тең болады 0,3, 0,2, 0,1, 0,6, 0,4-ке тең. Так, ары қарата. Сонда мына жерде әдемілеп жазып алайық. 4А плюс 5В ол бізде 1,85-ке тең болып. Енді мына жерде біз алгебралық қосу тәсілін таңдайтын болсақ, или А-ны, или Б-ны жойып жіберу керек. Сол үшін біз мына екінші теңдеудің екі жағында біз 4-ке көбейтіп жіберсек, А коэффициентін жойып жібере аламыз. Сонда 4А плюс 4В тең болады 1,6-ға. Енді азайтайық. 4А-дан 4А-ны азайтамыз 0 болып кетеді. 5В-дан 4В-ны азайтамыз В. 1,85-тен 1,6-ны аламыз 0,125-ке тең. В-ның мәнін таптық. Енді мына А қосылған В тең 0,4 болды ғой. Осы жерге В-ның орнына 0,25-ті қойайық. Сонда А-ны тапқан кезде 0,4-тен азайтамыз 0,125-ті. Сонда 0,115 болады ғой. 0,4-тен 0,25-ті азайтамыз. 10-нан 5 аламын 5, 3-тен 2 аламын 1, 0,115. Түсінікті ғой, мына А және Б-ның мәндерін таптық. Енді екінші жағдайда x1 және x2 сандары x-тің 2 тәуелсіз мәні екенін ескеріп, қосындысы кіші немесе тең 4 болатын ықтималдықты табу керек. Жауабын 2 мәнді сан түрінде жазыңыз дейді. Демек, қосындысы кіші немесе тең 4. X деп отқанымыз ол мына 1, 2, 3, 4, 5 деген үлестерін ғой, мына келешек шамамыз. Енді қосындысы кіші немесе тең 4 болу керек. Демек, қосындысы 4-ке тең болады, или 4-тен кіші болады. Сонда 1 мен 2, 1 мен 3, қосындысы 4-ке тең болады. 2 мен 2, так, 1 мен 2 бар, 1 мен 3 бар, 2 мен 2 бар. Осындай 3 вариант сияқты, көріп тұрғаным. 1 мен 1 бар, 1 мен 1 бар, еще 4 вариант, сонда. Демек, 1 мен 1 болуының ықтималдығы не болады? 0,3 көбейтілген 0,3, Так, кішкене жазайын. Қосылған 1 мен 2 болуы, 1 болуы 0,3 ықтималдығы, 2 болуы 0,2, Енді мына жерде ескеру керек. 1 мен 2 немесе 2 мен 1 деген вариант бар. Сол үшін 2-ке көбейтеміз, себебі 0,3 көбейтем 0,2, қосам 0,2 көбейтем 0,3 дегенде, просто 2-ке көбейте салуға болады. Дәл солай 1 мен 3-те де 0,3 көбейтем 0,1, көбейтеміз 2, орнына ауысатын вариант бар, мына 3 мен 1 болып. 2 мен 2, 0,2 көбейтілген 0,2. Так, болдық па, мына 4 вариант. Сонда 0,3 0,3-ке көбейтеміз, ол бізде 0,9. 0,3-ті 0,2-ке көбейтеміз 0,6. 12-ке көбейтеміз 0,12. 0,3-ті 0,1-ге көбейтеміз 100-3, 0,6. 0,2, 0,2, 0,4. Так, қосайық. 112-міз дұрыс қой, 106, 2-ке көбейтеміз, жақсы. Так, 0,04, 0,06, ол бізде 0,1-ді береді. 0,1-ге 0,12 қосам 0,22-ні береді. Так, 0,22-ке 0,09-ді қосам. Так, 0,31-ді береді, 31.
жауабын екі мәнді сан түрінде беріңіздер деп. Міне 0,31 екі мәнді сан шықты. Яғни біз білеміз, екі мәнді сан дегенде өзі бастапқы нөлдер саналмайды деген. Сонда 0,31 деген ол бізде екі мәнді сан болды. Сонда міне қосындысы кіші немесе тең 4 дегенді осылай қарастырамыз. X мәндері арқылы есептейміз. Сонда біз бүгін қарастырдық кейіншек шаманың математикалық күтімі мен қосындысы кіші немесе тең 4 болатын вариант. Есеп осы. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыздар. Әзірге сабақты аяқтаймыз. Сау болыңыздар.